Келесі бізде сол жақ қарынша. Сол жақ қарыншасы латыншасы ventriculus sinister деп аталынады. Ол бізде жүректің басқа бөлімдеріне қарағанда солға және артқа қарай және төмен қарай орналасқан. Пішіні шамалы оң жақ қарыншаға қарағанда тарлау болып келетін, немесе жіңішкелеу болып келетін, қабырғасы қалың, жүректің бір камерасы болып табылады. Бұл қабырғасы оң жақ қарыншаға қарағанда қалың, ол айтпаса түсінікті, себебі сол жақ қарынша үлкен қан айналым шеңберіне қан айдайтын болғандықтан оттегі қысымды көп қанды айдайды, сондықтан да бұның қабырғасы қалың болып келеді. Енді сол жақ қарыншаның бізде ұш жағы тар, неге себеп ол апекс кордиске, жүректің ұшына қарай сәйкес келеді. Оның сол жақ қарыншаның өзін екі бөлімін ажыратады. Едәуір кең артқы бөлім ажыратады. Бұл немесе сол меншікті қарынша қос дейді. Және едәуір тарлау келген алдыңғы бөлім ажыратады. Бұны оң бөлімі деп атайды. Енді сол қарынша қуысының жоғарғы қабырғасы бізде жаңағы остеум атеровентрикуляриске сәйкес келеді. Немесе оны осы жерде жүректің жаңағы куспистер орналасады, яғни жүректің жармалары орналасқандықтан осы жоғары қабырғасы соған сәйкес келеді. Сонымен қатар бұның сыртқы қабырғасы сәл дөңгелекшелі болып келген, және де бұны фацес пульмонарис, өкпелік бет деп атайды. Енді жүректің осы остеум атеровентрикуляриске, яғни осы остеум атеровентрикуляриске жүректің клапандары бекіп орналасады, немесе жүректің жармалары бекіп орналасады. Ол жармалардың өзінің екі түрі бар. Куспис антериор деп аталады, және куспис постериор деп аталады. Куспис антериорды қарап тұрмыз. Бұл куспис антериор қарағанымызда мына жүректің алдыңғы жағына қарай бекіп орналасқан болып келеді. Сонымен қатар қолқаның, мынау қолқа болатын болса, сол дәнекер тінді негізіне қарай бекіп орналасады. Міне, қолқан дәнекер тініне қарай. Ал артқы бөлімі куспис постериор дәл сол сияқты жүректің сыртқы немесе артқы қабырғасына бекіп орналасқан. Енді бұлар куспистердің барлығы өткен сабақта өткендей хорда тендина, яғни хордалы жіпшелер немесе сіңірлі жіпшелерге бекіп орналасады. Ол сіңірлі жіпшелердің барлығы мускулус папилляриске бекіп орналасады. Мускулус папиллярис антериорға куспис антериордың хорда тендинасы сәйкес келетін болса, мускулус папиллярис постериорға куспис постериордың хорда тендинасы сәйкес келіп орналасады. Яғни олар мынау жүректің ішкі жағында орналасқан, яғни қарыншаның қуысында орналасқан мускулус папилляриске бүртікті бұлшықеттерге барлығы бекіп орналасады. Одан басқа жүректің ішкі қабырғасында бізде ажыратады, негізінен бұлшықет шарбақшаларын ажыратады. Бұл бұлшықет шарбақшаларын бізде трабекулокаринаи деп атайды. Шарбақша тәріздес орналасқан. Енді сол қарынша қуысының алдыңғы бөлімінде негізінен осы алдыңғы бөліміне сәйкес келетін артериал конус орналасады. Осы жерден бізде үлкен қан айналым шеңберіне шығатын негізгі артерия бар, мысалы аорта. Соған сәйкес келетін артериал конус орналасады. Бұл артериал конус бұны жаңағы остеум аорта немесе осы артериал конус остеум аортамен жүректі байланыстыратын болып келеді. Және бұның ішкі қабырғасы оң бөлігіндегі артериал конус сияқты өткен сабақта айтып өткен тегіс болып келеді. Енді тек қана бізде жүректің ішкі жағында ғана клапан болмайды. Бұл жартайлы қақпақшалар тоже бізде аортада орналасады. Мысалы аортада. Бұл аортадағы қақпақшаларды басқаша жартай тәрізді қақпақшалар деп атайды. Вальвула симулярис синистра, декстра және постериор дейтін үш түрін ажыратады. Бұлар сәйкесінше аортаның айналасында бекіп орналасқан болып келеді, және қанды айдаған кезде қайтадан қарыншаға түсіп кетпеуін қамтамасыз ететін болып келеді. Бұны үшеуін қосып бізде вальва аорта деп атайды. Сонымен қатар кейбір жағдайларда бізде мынау айтып өттік жүректің клапандары, осы жүректің клапандарының ұшында кішкене тісшелер орналасуы мүмкін. Бір кейбір жағдайларда ғана болуы мүмкін. Осымен сол жақ қарыншаның құрылысы аяқталды.